Қазақ халқының ұлттық тағамдары. Мал шаруашылығымен шұғылданған қазақтардың басты тағамдары ет, сүт, май, қымыз, шұбат, тағы да басқа мал өнімдері болды. Жылқы етінен қазы, шұжық даярлады. Отырықшы қазақ халқы егін егіп, бидай, күріш, тары, жүгері, арпа, сұлы өнімдерінен түрлі ас даярлай білді. Бау-бақша егіп, жеміс-жидек, көкөніс өнімдерін пайдалана бастағаннан кейін тағам түрлері молая түсті. Қазақтар жылқы сүтінен қымыз, сиыр мен қой сүтінен айран, қатық, құрт, ірімшік, май, түйе сүтінен шұбат жасады. Етті ұзақ сақтау үшін кептірді, ыстады, сүрледі. Өзен, көл, теңіз жағалауын мекендейтін қазақтар балық етінен алуан түрлі ас даярлайтын болған. Қазақтарда көршілес ұлттардан қабылданған бірқатар тағам түрлері де болды. Қазақтардың өте бағалы тағамдарының бірі жен. Қазақтар бидай ұнынан нан, бауырсақ, шелпек, кеспе көже, қатырма пісірді. Күріштен палау, сүт ботқа, күріш көже жасаған. Тарыдан сөк, жент, тары көже әзірлеген. Мерекелерде ішетін сусын ашытқан. Етті турап, істікке түйреп, отқа қақтап та жейтін болған. Етті майға қуырып, қуырдақ пісірген.